5-ші сынып математика 3-ші тоқсандағы ТЖБ есептерін қарастыратын боламыз бұл видеода. Есептердің шығарылуын жақсылап түсініп алатын болсаңдар, егер мұғалімдерің сандарды ауыстырып беріп қойған жағдайда, бұл есептерді шығара алатын боласыңдар. Ал кеттік. Біріншісі, қандай жиын А мен Б жиындарының қиылысуы болады дейді. Яғни бұл жерде А жиыны берілген 1, 5, 7, 9 сандары, Б жиынының элементтері 1, 4, 5, 9, 11. Яғни А және Б жиындарының К-дағы қиылысу элементтерін табамыз. Ол үшін былай жасаймыз. Яғни К тең А және Б жиындарының қиылысуы. Бұл жерде қиылысатын кезде біз екеуінде де ортақ элементтерді аламыз. Яғни бұл жерде мысалы 1 мен 1 бар. Демек 1 қиылысу элементі болады. 5 деген екеуінде де бар міне. 5-ті жазамыз. Одан кейін не бар тағы да 9 бар міне. 9-ты жазамыз. Басқа ортақ ешнәрсе жоқ. Мына жерде 7 бар, мына жақта жоқ. Мына жерде 4 бар, мына жақта жоқ деген сияқты. Демек ол сандарды алмаймыз. Демек А және Б жиындарының қиылысуы 1, 5, 9. Ол бізде мына жерде Б нұсқасында тұр екен. М, Н, П және К жиындарының қайсысы мына берілген F жиынның ішкі жиыны болады дейді. Ішкі жиыны дегеніміз мына F жиындағы 3, 4, 6, 10, 11, 22 деген сандардың, яғни элементтердің мыналар бар ма ішінде? Егер берілген жиындардағы мынау элементтер бар болатын болса, демек дәл осы жиын ішкі жиын болып есептелінеді. Мысалы, 2 мен 4-ті алайық. Мына жерде F жиынында 2 жоқ, демек М жиыны F-тің ішкі жиыны болмайды. Енді қарастырамыз. 4 бар, 6 бар, 11 де бар, демек сәйкес келіп тұр. Келесі П жиынын қарастырайық. 8 де жоқ, 12 де жоқ, 16 да жоқ. Демек П жиыны емес деген сөз. К жиыны 2 де жоқ, бірақ 22 бар екен, бірақ 2 жоқ болғандықтан К да болмайды. Демек тек қана Н жиыны бізде F жиынының ішкі жиыны болады екен. Ол бізде Д нұсқасында тұр. Үшіншісінде жұлдызша орнына теңсіздік орындалатындай қандай цифр жазу керек дейді. Яғни 2,186 және 2, мына жерге қазір мына бірмен салыстыратындай еді, мына жерге сан қоюымыз керек. Ол әрине бірден кіші сан, ол 0. Яғни жұлдызшаның орнынан 0 ғана сәйкес келеді. Төртіншісі, Эйлер-Вен диаграммасында қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілінен қосымша сабақтарға қатысатын оқушылар саны көрсетілген. Яғни мына шеңбер, мына полный шеңбер бізде қазақ тілге қатысқандар, мына шеңберіміз бізде ағылшын тілге қатысқандар, мына шеңберіміз орыс тілге қатысқандар. Енді осы мына жерге төмендегі сұрақтарға жауап беру керекпіз. Қосымша сабақтарға барлығы қанша оқушы қатысты? Яғни бізде барлық оқушыны табу үшін осы жерге жазылған барлық сандарды қосып шығамыз. Яғни 9 қосу 4, қосылған 13, қосылған 1, қосылған 5, қосылған 7. Яғни барлық сандарды қосамыз. Қосып шығатын болсақ, 9-ға 4-ті қоссақ 13, 13-ке 13, 26, 1-ді қосамыз 27, 5-ті қосамыз 32, және 32-ке 7-ні қоссақ 39. Яғни бізде 39 оқушы қосымша сабаққа қатысқан, барлық қосымша сабақтарға қатысқан. Енді Б-сында орыс тіліне қанша оқушы қатысты? Орыс тілге қатысты бізде мына шеңбер. Яғни осының ішінде бізде қандай сандар тұр? 1, 5 және 7 сандарын қосамыз. Ол бізде 13-ке тең екен, яғни 13 оқушы орыс тілге қатысты. С-да орыс тіліне қанша оқушы қатыспайды болса, біз барлық оқушы санынан орыс тілге қатысатын оқушылар санын азайтатын болсақ, бізде орыс тілге қатыспайтын оқушылар саны шығады, яғни 26 оқушы орыс тілге қатыспаған екен. Д-сында қазақ тілге де, орыс тілге де, ағылшын тіліне де неше оқушы қатысты десе, осы 3 жиынның қиылысқан жерін аламыз. Мына жер бізде 3-еуінің де қиылысқан жері, демек 5 оқушы осы 3 тілге де қатысқан екен. Түсінікті деп ойлаймын, егер сұрақтар болса комментарийге қалдырып отырамыз. 5-шісі, тік төртбұрыштың ені 49 см. Ол ұзындығының 11-ден 7-сіндей. Тік төртбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Бұл жерде 5-шісі деп алайық. Тік төртбұрыштың ені бізде 49 см екен. Ал осы ені ұзындығының 11-ден 7-сіндей дейді. Яғни ұзындығын табу үшін біз не істейміз? Ұзындығын табу үшін біз 49-ды бөлеміз 11-ден 7-ге. Яғни бөлігі бойынша санды табу керек бізде.
Ал енді сандарды бөлген кезде жай бөлшектерді мына бөлу амалы көбейтуге ауысып, екінші бөлшектің орнына ауысып 7-ден 11 деп жаза аламыз. 49 бен 7-ні қысқартамыз, мұнда 7 болады. 7 мен 11-дің көбейтіндісі 77 болады. Демек, ұзындығы 77 см екен. Енді осы тіктөртбұрыштың ауданын табу. Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ені мен ұзындығын көбейтеміз. Яғни 44 см-ді көбейтеміз 77 см-ге. Сонда болады 3773 см квадрат шығады. Алтыншысы. Серік 12 бірдей бөлшекке бөлінетін шоколад конфетін алды. Асында Серік шоколад конфеттің 5 бөлшегін жеді. Ол шоколадтың қандай бөлігін жеді? Яғни 12 бөлікке бөлінетін шоколад сатып алады да, сол 12 бөліктің 5 бөлігін жейді. Ол шоколадтың қандай бөлігін жеді болса, ол әрине 12 бөліктің 5 бөлігін жеді. Яғни 12-ден 5 шоколад жеді. 12-ден 5-ін жеді деп жазамыз. Келесі Б-сында біраз уақыттан соң Серік қалған шоколадтың 7-ден 3 бөлігін жеді. Қалған шоколад басында бізде 12 шоколад еді. Ол 5 бөлігін жеп қойған кезде бізде не қалады? 12-ден 5-ті азайтсақ, 7 бөлік қалады. Осы қалған 7 бөліктің ол 7-ден 3-ін жетті. Яғни 7-ін көбейтеміз 7-ден 3-ке. Сонда 7 мен 7-ін қысқартатын болсақ, 3 қалады. Яғни Серік шоколадтың қанша бөлігін жеді? Яғни екінші рет 3 бөлігін жейді. Міне, 3 бөлігін жейді. Енді айтады, Серік шоколадтың қанша бөлігін жеді? Барлық шоколадты сұрап тұр. Мына қалған шоколадты емес, сол үшін бастапқыда ол 5 бөлігін жеді, кейіннен ол 3 бөлігін жеді. Серік шоколадтың қанша бөлігін жеді? Яғни 8 бөлігін жеді. Немесе бөлшек түрінде 12-ден 8-ін жеді деп те жазсақ болады. 7-ші амалдарды орындаңыз дейді. Ең бірінші біз жақшаның ішін орындаймыз. Яғни 3,165-тен азайтамыз 2,175-ті. Міне азайтуды осылай орындаймыз. 5-тен 5-ті азайтсақ 0, 6-тан 7-ні азайтсақ 16-дан 7-ні азайтамыз 9 болады. Мияқтан бір қарызылық береміз, мияқта 2 қалды, 2-ден 2-ні алсақ 0 болады. Яғни 0,9. Екінші амал, осы 0,9-ды бөлеміз 3-ке. Мына жерде 3-ке. Тең болады 0,3. Үшінші амал, 40-тан 17-ні көбейтеміз 12-ке. 12 мен 40-ты 4-ке қысқартуға болады. Мұнда 10 қалады, мұнда 3 қалады. 17 мен 3-тің көбейтіндісі 51, бөлімінде 10, 51-ді 10-ға бөлсек 5,1. Енді ең соңғы 4-ші амал, мына 3-ке бөлгенде бізде 0,3 шықты ғой. Соған қосамыз 5,1-ді. 0,3 плюс 5,1 болады 5,4. Демек есептің жауабы 5,4 екен. Келесі соңғы 8-ші есеп. 3 қапта 131,1 килограмм орам жапырақ бар. Бірінші белгілеп аламыз. Бірінші қап, екінші қап және үшінші қап. 3 қапта барлығы 131,1 килограмм орам жапырақ бар екен. Егер бірінші қапта барлық орам жапырақтың 3-тен 1 дейді. Демек, бірінші қапта барлық орам жапырақтың дегеніміз 131,1-ді көбейтеміз 3-тен 1-ге. Яғни осылай көбейтетін болсақ, бізде бірінші қапта қанша килограмм орам жапырақ бар екені келіп шығады. 131,1-ді бөлшекке айналдыратын болсақ, 10-нан 1311 деп жазуға болады. Көбейту 3-тен 1. Бізде қысқартуға оңай болу үшін. 1311-ді 3-ке бөлетін болсақ, бізде 437 шығады. Міне. Алымында 437, бөлімінде 10. 10-ға бөлетін болсақ, 43,7-ге тең болады. Демек, бірінші қапта бізде 43,7 килограмм орам жапырақ бар екен. Енді, ал екінші қапта біріншіге қарағанда 1,3 есе көп. 1,3 есе деп айтатын болса, яғни бірінші қапта бізде 43,7 килограмм болды ғой, осыдан 1,3 есе көп деп жатыр. Көбейтеміз, 1,3-ке көбейтеміз. Көбейтуді орындайық. 43,7-ін көбейтеміз 1,3-ке. 3-ті 7-ге көбейтсек 21, екісі ойда. 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9, ойдағымен 11, тағы да 1 ойда. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12, ойдағымен 13. Ал енді 1-ге көбейтетін болсақ 7, мына жерде 3, мына жерде 4. Қосамыз 1, 8, мына жерде 6, мына жерде 5. Яғни 1-2 цифр болғандықтан артынан 1-2 цифр есептеп табамыз. Демек, екінші қапта бізде 56,181 килограмм орам жапырақ бар екен.
Міне, енді айтады, әр қапта қанша орам жапырақ бар? Бізде үшінші қаптағын табуымыз керек. Үшінші қаптағын табу үшін біз бірінші қап пен екінші қаптағы орам жапырақтардың салмағын қосамыз. Қосатын болсақ, қазір былай жасамыз. 43,7-ге қосамыз 56,181-ді. Қосатын болсақ, 1, 15, 1 ойда. Мына жерде 9 ойдағымен 10 тағы да 1 ойда. 4 пен 5-тің қосындысы 9, ойдағымен 100. Яғни 100,151 деген шықты. Бұл бізде бірінші және екінші қаптағы орам жапырақтардың массасы. Ал енді біз барлығы 131,1-ден осы 100,151-ді азайтатын болсақ, бізде үшінші қаптағы орам жапырақ саны шығады. Міне осылай есептейміз. Так, мына жерден 0 деп жазатын болсақ, 0 мен толықтырып 0-ден 1-ді азайтам 9. Мына жерден 0 қалды. 1 қарыз алып беретін болсақ 10 болады. 10-нан 5-ті азайтсақ 5 болады. Мына жерден 0 қалды. 0-ден 0-ді азайтамыз 0 болады. Мына жерде 3-тен 0-ді азайтамыз 3. 1-ден 1-ді азайтсақ 0 деген сияқты. Демек, үшінші қапта бізде 30,159 килограмм орам жапырақ бар екен. Есептің жауабы бірінші қапта 43,17 килограмм. Екінші қапта 56,181 килограмм. Үшінші қапта 30,159 килограмм орам жапырақ бар екен. Есептің барлығы түсінікті болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетеміз, және де достармен бөлісіп кетуді ұмытпаймыз.